Біз бүгін папье-маше деген масса жасайтын боламыз. Ол үшін бізге 1 стакан суға езіліп дайындалған затирка керек, және жарты стакан ұн керек болады. Сосын 4-тен 3 стакан ПВА клейі, 1 толық стакан және 4-тен 1 стаканы суға езіліп сығып алынған дәретхана қағазы керек болады. Және миксер керек. Осының барлығын араластырып, миксерлеп, папье-маше массасын жасап аламыз. Міне дәл осылай дәретхана қағазын суға еземіз. Толықтай арасын ашып, езіп аламыз. Содан кейін оны сүзгіден өткізіп, барлық суын ағызып, мақта сияқты құрғақ болғанша басып суын ағызып жібереміз. Тек қана қағаздың өзі керек болады. Сосын барлығын араластырып миксерлеген кезде дәл осындай масса шығады. Бұл массадан біздер кесе жасап жатырмыз. Балалармен бірге кесені төңкеріп қойып, сыртына жаңағы массаны жабыстырып, 1-2 күн кептіреміз. Бұл масса аздап қолға жабысатын болып шығады. Міне біз оларды кептіріп, сыртын боядық. Сонда осындай өте қатты материал шықты. Бұл кеселердің сыртын бояп, өз қалауымызша әдемілеп, ішіне ұсақ-түйек салатын органайзер ретінде де пайдалануға болады. Балаларға ойыншыққа пайдалануға болады. Назарларыңызға рахмет. Бұл папье-маше деген массаны біз алғаш рет жасап қарадық. Сау болыңыздар.